Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен құрамы 2 ғана заттан тұратын курені колбаскенің рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге тауықтың төс еті және сүт керек. Ең алдымен біз тауықтың төс етін турап майдалап аламыз. Міне тауықтың төс етін ұсақтап турап аламыз. Блендерға саламыз. Майдалау үшін сүтімізді құямыз. Енді біз дәміне қарай тұзымызды саламыз. Паприкамызды саламыз. Қара бұрышымызды саламыз. Қақпағын жақсылап жауып, блендердің көмегімен майда болғанша өткізіп аламыз. Міне блендердің көмегімен ұсақтап езіп алдым. Осылай болып шығады. Міне менде жылтыр пленка. Өздеріңізге ыңғайлы болу үшін мен кондитерский мешокқа салдым. Осылай етіп, дөңгелек етіп құйып шығамыз. Міне мен салып болдым. Енді дөңгелек етіп орап жатырмын. Міне мен осылай дөңгелек етіп орадым. Екі жағын қатты етіп қысып байлап қоямын. Міне екінші жағында дәл осылай етіп байлап аламыз. Міне осылай болып шығады. Барлығын осылай етіп дайындап аламыз. Алдын ала қайнатып қойған суымызға барлығын қайнатып пісіріп аламыз. Барлығы толықтай суға бату үшін шанышқының көмегімен барлығын суға батырамыз. Міне колбаскеларды қайнатып жатырмын. Міне пісіп шыққан колбаскеларымызды сүзіп аламыз. Міне менде осылай болып шықты. Сыртқы пленкасын шешіп аламыз. Енді табамызға майымызды құйып, колбаскеларды пісіріп аламыз. Міне жаймен деп салып жатырмын. Тек екі жағы қызарып піскенше отта ұстаймыз. Келесі беттерін аударып отырып пісіреміз. Міне колбаскеларымыздың екі жағы да қызарып пісті. Тарелкемізге салып аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. YouTube каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.